Бір нәзік сәуле. Келтесай разъезіне жолаушы пойызы 1-ақ минут аялдайды. Ал экспресс тоқтамақ тұрмақ екпінін бәсеңдетпей жұлдызша ағып өтеді. Хадиша ұзатылған қызының үйінде қыстай жатып, енді ауылына қайтпақшы болған. Қызы Жанар мен күйеу баласы Жекен, әлі бола тұрсаңызшы, ауылыңызға барғанда не бітіресіз, жападан жалғыз, деген. Шырақтарым, тірі адамның тіршілігі таусыла ма? Көктем болса шығып қалды. Көк сиырды Шалабай көршіге әуелі Құдай, соң өзіңе тапсырдым деп кетіп ем. Бұзаулайтын кез еді. Ол не болды екен? Шалабайы түскірдің қарасаны сүзетін еді. Көк сиырды сүзіп, бұзау тасатып қойдым екен. Қайдан білейін? Апа-ау, әйтеуір, сол сиырды сатып жіберіп, бір жолата келсеңізші. Не бар қартайғанда? Жалғыздан жалғыз. Бас ауырып, балтырсамай ма екен? Дейді қызы. Осылай. Мені аруақ атсын деп жүрсің ғой. Әруақтарды қайда қоясың? Сенің әкең бар емес пе еді? Бабаларың бар емес пе еді? Олардың аруақтары түтін шықпаған үйден безбей ме екен? Күйзелмей ме екен? От неге барғанда? Мен оларға не бетімді айтам? Өлесей, деген шешесі. Содан Хадишаны қызы мен күйеу баласы Келтесай разъезіне пойызға шығарып салып тұрған. Шоқ талдың тасасынан көк пойыз 40 аяқ жұлдыз құрттай ирелеңдеп шыға келді. Келтесайға билет тек жалпы вагонға сатылады. Сол жалпы вагонды іздеп Жанар мен күйеу бала әрі-бері алақ-жұлақ жүгірді. Жазғытұрымда жау алатындай барқыт шапан киіп, күндікті шалқайтып, шаңырақтай етіп ораған Хадиша қызының соңынан бір, күйеу баласының соңынан бір жүгіріп есі кетті. Ақыры жалпы вагон табылып, оның тұтқасына жармаса бергенде пойыз жылжи бастады. Күйеу бала қоржынды тамбурға лақтырып жіберіп, енесінің қолтығынан демеді. Ой, бұл мына жаның шыққыр қайтеді, деді Хадиша пойызға ұрсып. Тоқтай тұр, постой! Тәңірі жарылқап, тамбурда тұрған тәмпіш мұрын бір қара қыз кемпірдің қолынан тартып, ішке ентіреп алды. Хадиша пойызға ілінгеніне шүкіршілік айтудың орнына бұрқылдап ұрсып жүр. Ой, бұл мына жаның шыққыр қайтеді? Сонша әкең өлгенде асыққан несі? Жанар, Жәкен-ай, аман бол, айналайын. Ой, айналайын, қарақтарым әшейін, садағаң болайын, шырақтарым әшейін. Келтесайдың қызыл кірпіштен соққан разъез тағы бір топ талдың тасасына қалды. Өзінің даусын енді Жанар мен Жәкен ести қоймайтын Хадиша сонда барып түсінді. Қызын қимай, тумаса да туғандай болған күйеу баласын қимай, көмейіне бір түйін тығылып, көзіне мөлтілдеп жас іркілді. Қал деп жалынғанда неге қалай қоймадым деп өкінгенін байқады. Жоқ, деді тағы да өз-өзіне. Қайтқаным дұрыс. Бір күн өтер, ел бар, жұрт бар, жалғызсырамаспын. Апа, қайда барасыз? Хадишаның тарс есінен шығып кетіпті. Әлгі өзін тамбурға қолынан тартып шығарып алған қызы мүлде ұмытып кетіпті. Құдай тілеуіңді берсін, сен болмағанда ілесе алмайтын екенмін, деді Хадиша бейтаныс қызға жалпаңдап ризалығын білдіріп. Борантауға барамын, қарағым, өзің қайда барасың? Мен бе? Деп қыз өзінің қайда бара жатқан жаңа ойлағандай даңғырқырап қалды. Дана атаға барамын, апа. Онда Борантаудан ары кетеді екенсің ғой. Мына пойызы түскір Борантауға тоқтар-тоқтамастан жүріп кетеме деп қорқамын. Қорқпаңыз, көмектесеміз ғой, деп күлді бейтаныс қыз. Сөйтіп Хадиша кемпірдің қоржынын көтерісіп, өз көпесіне етіп барды. Бір-біріне қарама-қарсы жайғасып отырысты. Вагонның терезесінен иір-иір ақбастау пойызбен жарысып жүйткіліп жатты. Осы бір басына бұйра бұлт қонып, атлас көк аспанмен аймаласып жатқан тау мына қызға көрген бір түстей ыстық, бірақ бұлыңғыр. Неге ыстық, өзі де білмейді. Осынау таусылмас таудың бір түкпірінде өзінің шешесі жүргендей көрінеді тұрады. Ал тауы түскір сөйлемейді, тасы түскір сөйлемейді. Ұлы жұмбақ, осы ма, осы жер емес пе, осындай көлбеңдеген тау ма еді, сағынбеді. Темір жолдың бойы сияқты еді. Өйткені анасының арқасында ұйықтап келе жатқанда паровоздың қышқырған даусынан шошып жылағаны есінде. Шешесінің өзін көтеріп келе жатқаны анық, оны біледі. Одан кейін сол шешенің арқасында келе жатып тағы ұйықтап кеткен болуы керек.
арғысын білмейді. Сонан соң апатайын көрген емес. Содан бері талай жыл өтті. Әке-шешең бар ма, қарағым? Деді Хадиша. Білмеймін. Қыз иығын қиқаң еткізіп күлер-күлмес езу тартты. Білмегенін нес, дені салмай өзінің, деді ішінен Хадиша. Бірақ дауыстап, білмегенің не? Деді. Өзің қайдан келесің? Үйің бар ма? Қыз төмен қарап терезенің жақтауын саусағымен сүрткілей берді. Хадиша сонда байқады. Қыздың әдемі мойыл көзінен жас толып шүпілдеп тұр екен. Қу басым, қарап отырмай байғұс қыздың жарасын қасып алдым ба? Мен дедімді өстім, апа, деді қыз енді езу тартпақ болып. Байғұс-ай, деді Хадиша көңіліне келеді-ау деп ойлап жатпай. Сонан соң есіне бірдеңе түскенде лезде қатқыл үнмен жұлып алғандай. Қай жердің жетімханасы? Деді. Ой, апа, көп. Данадада да болдым, Жасыл кентте де болдым, Мәуеліде болдым, көп. Хадиша енді мына қызды жаңа көргенде ежірейе қарап, атың кім? Деді. Қыз бұл сұраққа жауап бергісі келмегендей қасын көтеріп, сызданыңқырап қалды да, үлкен кісінің сауалын жауапсыз қалдырмастан, Валя, деді. Тек пәлесі несі? Бәле емес, Валя, деп күлді қыз. Жетімханада орысша болып кеткенсің ғой. Әйтпесе әке-шешең қойған қазақша атың бар шығар. Ши барқытты үстіне қабаттап кие берген мына кемпір енді Валяға ұнамай қалды. Әлгінде мен болмасам пойызға ілінбей де қалар еді. Енді өктем-өктем сөйлеуін, деді ішінен. Ал Хадиша қызға сұқтана қараған қоймайды. Валя мұнысын ұнатпай терезеге бұрылды. Басына шарадай ақ шайпан күндік ораған мына кемпір қадалып қарай берген соң, есі дұрыспай өзінің дегендей күдікте келді. Валя шыдай алмай орнынан тұрып кетті. Вагонның қарсы жақ терезесіне барып әйнекке бетін басып, шақпақтау жотасына ары аспанға найзағай шаншылған алатауға қарады. Жүрегі дір етті. Пойыз шақпақтаудың биігіне еңіске қарай еңірейе жөнелді. Хадиша ши барқыт бешпетінің қалтасынан папирос алып коридорға шықты. Шылымды тұтатып, сөнген шырпыны шипақтап қорабына қайта салып қойды. Кемпір басымен темекі шегуін, деді қыз теріс айналып. Хадиша қыздың иығын тартып өзіне қаратып алды. Әй, бәле емес, Валя. Валя боласың ба, білмеймін ғой. Кемпір басымен шылымы несі деп тұрсың ба? Герман соғысынан бері тапқан өнер ғой. Қазір Борантауға келеміз. Біздің өжетте Зубайда деген кемпірдің баяғыда жетімханаға өткізген қызы жоғалып кетіп еді. Сен сол емес пе екенсің деп келемін. Бірақ оның аты басқа сияқты еді. Мен шын атымның белгісіз, деді қыз жұлып алғандай. Валя деп детдомда қойған. Зубайда, естімеген сияқтымын. Зубайда байғұс анау бір жылы қызын Дана атадағы жетімханаға апарып өткізген екен. Қайтып барса, басқа қалаға ауыстырып жіберіпті. Содан көз жасып қалды ғой. Тірі болса сен сияқты бойжеткен шығар. Сіздің ауыл қайда? Біздің өжетпе? Мына таудың етегі ғой. Борантаудан ровно 10 шақырым. Сен осы біздің Зубайда бәлеге ұқсайтын сияқтысың, Құдай-ау, деді қыз. Шынымен осының сандыраға келсеші. Уәля, деді кемпір папиростан соң даусы ашылғандай саңқылдап. Осы сен шайтан біздің Зубайдаға ұқсап бара жатқан сияқтысың. Ол да жас кезінде сендей қара домалақ еді. Қазір ұсқа қара кемпір болды ғой. Сен адресіңді жазып берсеңші. Зубайда сен өзі іздеп барсын. Может быть, енді сенің жоғалып кеткен қызы сен шығарсың. Бірақ оның аты басқа сияқты еді. Қыз тағы да тау жаққа қарады. Таныс сияқты. Қашан көріп едім, деді. Әлде жай елес шығар. Еш уақытта мұндай тау көрмеген шығар. Қиялда не көрмейсің? Қиялда бұдан да биік таулар болады. Ал анасы маска киген адам сияқты бет-аузы ақ жаулықпен шаншулы ма еді? Еш белгі есінде жоқ. Апа, мен сізбен бірге барармын өжетке, деді Валя. Хадиша сенерін де сенбесін де білмей қыздың бетіне баржия қарап тұрды. Сонан соң, алды айналайын-ай, сағынған екенсің ғой. Олар Борантау разъезіне түсіп, өжетке баратын көлік қарастырып еді, ештеңе таба алмады.
Апа, 10 километр деген не? Жаяу кете берейік, қоржынды маған беріңіз, деді Валя. Алды айналайын-ай, түңілмеген екенсің ғой. Соғыс басылғалы қанша жыл, мен де түңілген жоқпын. Біздің үйдің қожайыны кеткелі қашан? Әлде қашан сүйегі қурап қалды ма дейін десең көз көрген жоқ, көңіл суыған жоқ. Может быть, тірі шығар. Разиздің қызыл үйі айдарлы әтеш сияқты, айналасын қоршап шоғырлана қалған аласа ақ үйлер, ақ мекендер артта қалды. Өжетке қарай бұралаңдап сайға түсіп, сайдан шығып бара қара жол жатты. Сайлардың бетегелі бұлымдары, бір жері тақыр, бір жері ашаң жасыл тозған доқабайлар. Бәйшешек жұмыртқа жарып шыққан балапандай қайда келгенін біле алмай аң-таң қалып тұрған сияқты. Қартаңқұлақтың жапырағы тырбиып өлілменше тырысып, өзге шөптің өрісін тарылтып жайылып барады екен. Аспанда бозторғайлар, төскейде тракторлар бір-бірімен айтысып тұрған кез екен. Көктемнің саумал ауасы тынысын кернеп кеткендей Валя түшкіріп жіберді. Аққұш, ер Акмалла, деді Хадиша. Қоржынын давай, сен шаршаған қызым кә. Лимон түсте сары көбелек бұлардан осып та кетпек, қалып та қоймай, қапталдасып, қалт-құлт етіп ұшты да отырды. Анасын іздеген адамға жол көрсетіп серік болғысы келгендей. Сайдың қабағында қарындары шеңбірек атып, желіндері жер сызып, сиырлар жайылып жүр екен. Жүні әлі түспеген жүдеу көк есекке мінген бақташы Разизден жаяу келе жатқан екі әйелге көзін қолымен көлегейлеп көп қарады. Осының бәрін мен бір жерде көріп ем, деді қыз өзіне өзі. Мына шару бұлттар, көгілдір аспанда мұнарлы биік тауды, қылтиған бәйшешекті, маңқыған сиырларды, терең сайларды бұрын бір жерде көрген сияқты. Сірә түсінде шығар. Қыздың кеудесі дүрсілдеп, әлгі өжетке тезірек жеткісі келді. Қодас жүнді көк есек мінген бақташы тымағын баса киіп алып, «Оу, Хадишамысың? Ат көлік аман ба?» деді. «Көк сиырың бүгін ертең бошалайды-ау сірә. Қасыңдағы қай бала?» Бұл баяғы Зүбайданың жоғалып кеткен қызы көрінеді». Бақташы енді тымағын жоғары көтеріп қойып қарады. «Ой, айналайын, тірі бар екенсің ғой. Қайран Мәмбет жекемнен қалған жәдігер екенсің ғой. Мен бір кезде бұл шалды көргенмін», деді Валя. Зүбайданың баяғыда жоғалып кеткен қызы табылыпты, Хадиша алып келе жатыр екен деген хабар өжетке лезде жетіп тарап кетті. Зүбайданың үйіне кемпірлер мен балалар толып қалды. Зүбайда қызын көрмей жатып аңырады-ау дейсін. «Өлгенім тіріліп, өшкенім жандау, жыртым-ау, айналайын, шәмшім-ау, адасып қалған анаңды ақыры таптың ба құлыным?» Байғұс қайтсын, деді кемпірлер. «Ойбай-ай, қыздың аты Шәмшә ме еді? Апыр-ай, ұмытып та қалған екенбіз ғой». Валя өзіне құшақ жая, көзін тар жұмып алып, аңырап келе жатқан ақ кимешекті кішкентай қара кемпірге қарап, соқсиыңқырап қалды. Кемпір келіп бас салып, қос иығынан айқара құшақтап, бетіне бетін тақап, теңселіп бір тұрды дерсін. Оның көзінен домалаған жас мойнына тамғанда Валяның да көңілі босап, өксіп жіберді. Хадиша мақтанып папирос алып тартты. «Жанардың апасы-ау, қайдан таптың бұл қызды?» деп абысындары жабыла сұрап жатыр. Хадиша қалай тапқанын қайталап шыққан. Бұл кезде көзінің жасын сүртіп жылауын қойған Зүбайда бір сәт Валяға үнсіз түйіле қарап тұрды да, жүгіріп барып қыздың басында жасыл ала үшкіл орамалды жұлып алды. Адамдар аң-таң. Валя да сасып қалған. Зүбайда оның қырқылған толқын қара шашын саусағымен ары-бері ашып көріп, басынан күдікті бірдеңе іздегендей тінткіледі. Зүбайда сәлден соң қолын кимешегінің астына жастырып, төмен қарап күбіжіктеп қалды. «Бәсе, қайдан болсын?» деді кемсеңдеп. «Әй, байғұс-ау, мұның не?» деді Хадиша. «Менің Шәмшиямның төбесінің оймақтай жері 2 жасында отқа күйіп қалып еді-ау. Ой, тұқымың құрымасын. Тұқымың құрымағыр. Жұрт балшықтан бала жасап ала алмай жүрсе,
Бауырыңа келіп тығылған қызды кеудесіне итерген не? Сорлы. Әй, Уәля, жүр бері. Шеше болмай қалсын. Бұл шешек алғыр Сүбайда. Хадиша Валяны қолынан жетектеп қыстай құлыптаулы тұрған өз үйіне қарай асыға адымдады. Асықпаса адасып барып тапқанын айырылып қалатындай. Соңы. Авторы Шерхан Мұртаза. Оқыған Мұхтарбай Қырмызы. Арнама тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.